саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің есімім Нұрсұлтан Хамидоллаұлы, мен сіздің учаскелік дәрігеріңіз боламын. Сіздің есіміңіз кім? Азамат Парманов. Жасыңыз нешеде? 42-де. Жасыңыз 42-де. Қандай шағымдармен келіп отырсыз? Шағымым жөтел шығып жатыр, іріңді қақырық және тыныс алуым қиындап жатыр. Маған жөтеліңізді сипаттап бере аласыз ба? Иә, жөтелім қақырық шығатын кезде қатты істеп қалады. Жөтелесіз, қатты жөтел жөтелесіз. қақырық. Осы қақырығыңызды сипаттап бере аласыз ба маған? Иә, ол сары жасыл түстес болып шығады. Сары жасыл түстес қақырығыңыз. Тағын бір қосымша шағымдарыңыз бар ма? Иә, шағымдарым бар. Мен температурам 38 жарым болып жатыр. Әлсіздік пайда болып жатыр, шаршағандық, сосын қалтырау болып жатыр. Түсінікті. Осы жағдайдың не себептен болғанын қалай ойлайсыз? Суық тиюден деп ойлаймын өз басым. Өйткені бір апта болып қалды, уже суық тиюден деп ойлаймын. Суық тиюден ойлайсыз. Осыған байланысты қандай да бір ем алдыңыз ба? Иә, үйде ем алып жатырмын. 6 күннің ішінде амоксиклав деген антибиотикті іштім, және терафлюді іштім, бірақ ешқандай көмегі болған жоқ. Тиімсіз болып табылды, иә? Азамат, сіз қай жерде тұрасыз? Мен бір пәтерлі үйде тұрамын. Бір пәтерлі үйде тұрасыз, түсінікті. Қандай да бір зиянды әдеттеріңіз бар ма? Жоқ, зиянды әдеттерім жоқ. Зиянды ешқандай әдеттеріңіз жоқ, түсінікті. Осыған орай мен сізді лабораториялық анализдерге және рентгенологияға жіберейін. Менде бар анализдер. Сізде бар, да? Хорошо, қарап көрейін. Бұл қан анализінде сізде гемоглобин мен тромбоциттер қалыпты болып табылады. Және мен бұл жерде сізде лейкоцитоз көріп тұрмын. Лейкоциттеріңіз сізде бұл жерде 12, негізі лейкоциттер 6-9 болу қажет. Сосын мен бұл жерде ЭТЖ жоғарылаған көріп тұрмын, 25 болып тұр. Негізі қалыптыда 15 болу қажет, 15-ке дейін болу қажет. Бұл жалпы анализ, бұл қабынуды көрсетіп тұр. Келесі рентгенологиялық снимогыңызды қарап көрейін. Мынау оң өкпеңізде тығыздалу синдромын байқап тұрмын. Осыған орай жалпы сіздің анамнезіңізді көре есе отырып, және де лабораториялық анализдеріңізді көре отырып, рентгенологиялық снимогыңызды көре отырып, мен сізге болжамды ауруханадан тыс оң жақтың ошақты және де жедел ағымды тыныс жетіспеушілігінің 0 дәрежесіндегі пневмония диагнозын қоямын. Сіз уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады. Сізге лездетіп ем алу қажет болып табылады. Осы сіздің социалдық жағдайыңызды көре отыра, және де емнің тиімсіз екенін көре отыра, сізге шұғыл түрде ем алу қажет болып табылады. Және осыған орай мен сізді емханаға, стационарға жалпы жолдама жазып беремін. Сіз осымен келісесіз ба? Иә, келісемін. Келісесіз. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сұрақтарым жоқ. Жарайды, сіз уайымдамаңыз, емделіп кетесіз. Сізде ауруханада барлығы жақсы ем береді. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыз.